Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін шай дастарханға қойылатын қазақтың ұлттық тағамы жент дайындайтын боламыз. Сіздерге осылай ерекше етіп дайындау жолын және ерекше ұсыну жолын көрсететін боламын. Видеоны қолдап, соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ол үшін үйдегі қарапайым ғана заттар керек болады. Қант ұнтағы немесе қант, бал, бөлме температурасындағы сары май және тарының талқаны. Ыдысымызға талқанымызды және еріп тұрған сары майымызды салып, кішкене араластырып, қант ұнтағын саламыз. Барлығын араластырып, енді балымызды саламыз. Немесе балымызды ерітіп алып та сұйық күйінде салып араластырсақ болады. Міне талқанымызға қоспаларын қосып, жақсылап араластырдық. Қолымызбен ұстағанда осылай өзінің формасын ұстап тұратындай болу керек. Енді мен үйде осындай грек жаңғағын қостым, ұсақтап алып. Сіздер қалауыңызша өзіңізге ұнаған зат қоссаңыз болады. Енді осындай силиконды формаларға барлығын салып шығамыз, үстіне нығыздап басамыз. Барлығын формамызға тығыздап салғаннан кейін тоңазғышқа жарты сағатқа ұстайтын боламыз. Кез келген шоколадымызды алып, осындай кондитерлік қалташаға салып, бір ыдысқа үстінен ыстық су құйып, ерігенше қоямыз. Енді тоңазғыштан алған женттарымызды осылай бір-бірден алып шығып, формамызға осы еріген шоколадтарымыздан құйып шығамыз да, қайтадан женттарды үстіне орналастырамыз. Барлығын осы видеодағыдай жасаймыз, және үстінен қатты нығыздап баспаймыз, себебі шоколадымыз жанынан шығып кетеді. Женттарымызды тағы да тоңазғышқа 15-20 минутқа жібереміз. Дайын болған женттарды міне осылай дастарханыңызға әдемілеп ұсынсаңыз болады. Егер де силиконды формаңыз болмаса, осылай тоңазғыштың мұз қатырғышына салсаңыз да болады. Міне біздің женттарымыз өте әдемі болып шықты. Женттарыңызды осылай қорапшаға салып, әдемілеп байлап, сыйлық ретінде ұсынсаңыз да болады, немесе сатсаңыз да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеоны достарыңызға жіберіп, бөлісуді ұмытпаңыздар.